Егер балаңызды омыраудан шығаруға шешім қабылдасаңыз, алдын ала дұрыстап дайындалғаныңыз жөн. Барып жергілікті дәрігеріңізбен ақылдасып алсаңыз болады, немесе қазіргі таңда интернет желісінің дамыған уақытында өзіңіз дұрыс ақпаратты тауып алсаңыз да болады. Егер бұл видеоны көріп отырсаңыз, сіз ол жолды таптыңыз және бұл ақпарат керек деген досыңызға жіберіп қоюды, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер сәбиіңізді күніне 5 рет емізетін болсаңыз, алғашында 4, сосын 3 уақытқа азайтқаныңыз дұрыс. Қарны ашқан уақытта емізгеннің орнына қосымша тамақтар беріңіз. Солай емізуді 2, кейін 1 мезгілге дейін азайтып, ақырын баланың өзіне де байқатпай омыраудан шығарып жіберуге болады. Егер дәрігердің айтқандарын бұлжытпай орындасаңыз, 7-14 күн ішінде бала ана сүтін іздемейтін болады. Алланың адамды жаратудағы кереметін көрмейсіз бе? Осы кездері ана омырауындағы сүт ақырын тартыла бастайды. Тек омырауыңызды қатты орап, сусын ішуді аз-маз азайтсаңыз болғаны. Ал балаңыз емшек сұрап жылайтын болса, орнына шырын беріңіз. Ойнатып көңілін аулаңыз. Баланы емізуді бірден тоқтатып тастау анаға да, балаға да зиян. Ол сүттің қатуы, омыраудың ісіп сыздауы, сыздап ауруына әкеліп соқтыруы мүмкін. Мұндай жағдай орын алған болса, ана бірден медициналық көмекке жүгінуі тиіс. Өйткені әлемде жыл сайын миллиондаған әйел сүт безінің қатерлі ісігіне ұшырайды екен. Оның негізгі себептерінің бірі дұрыс емізбеу, дұрыс емшектен шығармаудан туындайды. Мамандар, әйел адам 25 жасқа дейін кемінде бір бала туып, оны емізіп үлгеру керек дейді. Ал осы уақытқа дейін балалы болмаған, сүті бола тұрып баласын емшектен ертерек шығарып жіберген, алғашқы жүктілікті тоқтатқан әйелдер қатерлі ісік ауруына шалдығуы мүмкін топта болады екен. Жалпы омыраудан баланы шығарғанда психикасына әсер етпей, бірте шығарған дұрыс. Бізде шорт еткізіп бірден шығарамыз да, баламыз жылап, мазасызданса неге деп түсінбей отырамыз. Маған ұнамайтыны, әйел омырауына әр нәрсені жағып, баланы қорқытып шығарғысы келеді. Емшек бермей бір травма, қорқытып тағы бір травма жасайды. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Омыраудан шығару барысында не істеуге болмайды? Бірінші, сүттің бөлінуін дәрі-дәрмекпен тоқтатуға болмайды. Мұның соңы кейін қандай да бір ауруға әкеліп соқтыруы мүмкін. Бірақ өз жаныңыз қатты ауырып қиналып жатсаңыз, сол кезде ғана дәрі-дәрмекке жүгініңіз. Әйтпесе, оны өзіңіз ақырындап тоқтатуға да болады. Екінші, бұрын қатты тартып байлап тастау ұсынылатын. Қазір көптеген дәрігерлер бұлай істемеуге кеңес береді. Өйткені қатты байлау сүт бездеріндегі қан айналымды бұзып, сүттің ұюына және ісіктің пайда болуына алып келуі мүмкін. Бірақ жылы етіп немесе орамжапырақ тартып орап қойғанның пайдасы болмаса, еш зияны жоқ. Үшінші, омырауға сүт жиналған жағдайда солай қалдырмаған дұрыс. Омырау жеңілдегенше сауып тастаған жөн. Төртінші, жалғыз шығаруға болмайды. Жаныңызда көмектесетін адам болған дұрыс. Өйткені бала күндіз емшек іздемеуі мүмкін, ал түнде сөзсіз іздейді. Ондай жағдайда тамағын алдын ала дайындап қойып, әкесіне немесе әжесіне тамақтандыруға, ұйықтатуға беріңіз. Бесінші, бірер күн емізбей жүріп, кейін балаңыздың жылағанын, емшек сұрағанын көріп, шыдамай емізіп қоймаңыз. Не де болса, соңына дейін төзгеніңіз жөн. Алтыншы, балаңыздың алдында омырауыңыз көрініп тұратындай ашық киінбегеніңіз абзал. Жалпы ислам дінінде баланы омыраудан 2 жастан кейін ғана шығарғанның абзалдылығы айтылған. Егер белгілі бір себептерге байланысты ол уақыттан ертерек шығару керек боп, ана баласының денсаулығына зиян келмейтінін не сенімді болса, күйеуімен ақылдасып омыраудан шығара беруіне болады. Өйткені Құран кәрімнің Бақара сүресінің 233 аятында, егер әке-шеше ризалықпен кеңесіп, омыраудан айыруды қаласа, сонда екеуіне де күнә жоқ деген жолдар бар. Сәби 6 айға толғанда ана сүтінің үстіне қосымша тамақтар беріліп, 2 жасқа келгенше жеңіл-желпі тағамдардың барлығының дәмін татып көре бастайды. Міне осы кезден бастап омыраудан шығаруды қолға ала берген жөн. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Аналар мектебі YouTube каналы сіздерге әрқашанда пайдалы ақпараттармен, түрлі лайфхактармен және де өміріңізге қажетті көптеген инсайттармен, подкасттармен бөлісіп отыратын болады. Сау болыңыздар.